Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, жұмсақ болып шығатын балды торт дайындаймыз. Ол үшін бізге керекті ингредиенттер: ұн, натуральный мед, натуральный бал керек болады, ас содасы, уксус, 1 кесе қант, 1 кесе сүт, 2 жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май керек болады. 2 жұмыртқамызды таза ыдысымызға саламыз. Осының үстіне қантымызды саламыз. Араластырып, сары майымызды саламыз. Осыған сүтімізді саламыз. Араластырып, ұнымыздың бәрін салмай, жартысын ғана салып араластырамыз да 1 ас қасық ас содасына уксусымызды құйып араластырамыз. Одан кейін балымызды саламыз. 1 келкі болғанға дейін араластырамыз. Ысып тұрған ыссыз суда қайнап тұрған осыны ертеміз. Осы еріген тортымыздың қоспасына қалған ұнымызды салып қамыр елейміз. Қамырымыз өте жабысқақ, қаймақ сияқты, пластилин сияқты болып шығады. Осыны холодильникте 2 сағатқа қоямыз. Енді мен кремін дайындаймын. Менің кремім дүкендікі 33%. Холодильникте салқын күйінде істеу керек. Осыны миксермен араластырамыз да қант ұнтағын саламыз. Қант ұнтағын салып, тағы да араластырамыз. Одан кейін творожный сырымызды саламыз. Творожный сыр мен сливки креммен өте дәмді шығады крем. Осыны холодильникке қойып қоямыз. Жаңағы қамырымызды дайын болып қалды. Міне біздің қамырымыз жабыспайды. Осыны бөлшектерге бөліп дайындап қоямыз. Бұл менде жартысы қамырымның. Менде толық қамырым 7 корждай шықты. Осыны пергаментный пленкеге осылай жазып, 180 градуста 5 минутқа, 3 минутқа пісіріп аламыз. Арнайы торт кесетін, торт жинайтын құралыммен осыны тортымызды кесіп дайындаймыз. Айналасында корждарын үстіне себуге жинап қоямыз. Корждарын қолмен де уатуға болады, блендермен де үгітуге болады. Мен қолмен үгіттім. Енді осыған торттарымызды жинаймыз. Тортымыздың кремі холодильникте тұрып, корждарымыз толықтай суып, салқындап тұрған күйінде жасасаңыздар, торттарыңыз бір-бірін жақсы ұстап, нық тұратын болады. Осыдан кейін жаңағы үгіткен корж ұнтақтарын сеуіп, сыртын жасаймыз. Міне бізде осындай торт шықты. Өте дәмді, жұмсақ. Холодильникке қойып кессеңіздер, өте жақсы кесілетін болады. Достар, видеом пайдалы болса, видеом сіздерге ұнаса, төмендегі подписаться батырмасын басып, қазақша каналымның дамуына үлес қосып, мені қолдап кетіңіз. Осы рецептпен жасаңыздар, өте дәмді шығады. Астарыңыз дәмді болсын.